Сәлем, қалайсыздар? Қазір біз бауырсақ жасайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтті, жылы суды құямыз. Үстінен дрожжи салып, дрожжи ерігенше осылай араластырып аламыз. Дрожжи әбден еріген кезде қантымызды салып тағы да араластырып аламыз. Дұрыстап тұрып араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды қосып, майымызды қосып, оған ұнды қосып, нанымызды илейміз. Нанымыз дайын болған соң, осылай ыдысқа салып, үстінен салафанмен жауып, орамалмен орап, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң нанымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Шетінен үзіп, жайып, бауырсақтың формасына келтіреміз домалақтап. Мына қалған тестасынан осылай бөліп, жүрмек ұсап орап жасасаңыздар болады. Айтпақшы, бүгін жұма екен ғой деп есіме түсіп, келесін мен 7-ге бөліп, 7 желпек жасап жібердім. Бұл тестадан желпек жасасаңыздар да болады. Келесін мен дөңгелектеп жайып, оны жай ғана кесе салдым. Солай жасасаңыздар да болады. Бұл асыққан кезде жасағанға өте ыңғайлы. Мен өзім асықпағандықтан осылай әртүрлі ғып жасаймын. Домалақ, төртбұрыш ғып, чүйірмек ұсап, әртүрлі ғып жасаймын. Міне осындай түрлі формада желпек пен бауырсақтар шықты. Енді осының барлығын алдын ала қыздырып қойған майға пісіреміз. Екі жағын қызартып пісіріп алғаннан кейін аламыз.
міне осындай әдемі жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Ас болсын сіздерге. Рецепт ұнаса лайк басып маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.